Қожа Ахмет Яссауи туралы аңыздар. Аманат құрма хикаясы. Бірде Мұхаммед пайғамбар серіктермен келе жатқанда жолда азықтары таусылып қарындары ашады. Жебірейіл періште оларға пейіштен інжу меруерт түрлерімен өрнектелген алтын табаққа салынған құрма жемісін әкеледі. Пайғамбар бісміллә деп табаққа қол салып құрмадан дәм татты. Серіктері де жапырлай қозғалып құрма жеуге кірісті. Табақтағы құрма азайғанда ортадағы бір құрма ерекше көрінеді. Бір кереметі, ол құрма қолға түспей дөңгелей береді. Сахабалар бұған таң қалады. Бұл құрманы ешқайсысы жей алмады. Сол кезде пайғамбарымыз құрманы қолына алып қарайды да, бұл не ғажап, бұл не деген керемет, деп ойланып қалады. Сол кезде Жебірейіл періште де жетті. Уа Алланың елшісі, бұл құрмада үлкен бір құпия бар. Ол сізге де серіктеріңізге де бұйырмайды. Сізге Тәңірім сәлем жолдады. 400 жыл заман өткен соң сіздің бір үмбетіңіз дүниеге келеді. Оның есімі Ахмет болады. Ол үмбетіңіз сіздің рухани жолыңызды жалғастырады. Бұл құрма сол баланың несібесі, дейді. Серіктері мына әңгімені естігенде таң қалады. Сол кезде Мұхаммед пайғамбар: «Я Жебірейіл, ол заманға дейін бұл құрма қалай жетеді?» деп сұрады. Жебірейіл періште: «Бұл құрманы Ахмет атты балаға жеткіз деп бір серігіңізге тапсырыңыз», деді. Сонда пайғамбар: «Уа бауырлар, мына аманат құрманы менің 400 жылдан кейін дүниеге келетін ардақты үмбетіме кім табыстайды, кім тәуекелге бел байлайды?» деді. Ешкім үндемеді. Бұл құрманы жеткізген адам екі дүниеде бақытты болады. Ол бақыт кімге бұйырғалы тұр екен деп сұрады. Серіктері: «400 жылға дейін өміріміз жетпей қалады-ау» деп күмәнданып тұрғанда пайғамбар сөзін қайта жалғады. «Егер кімде-кім бұл аманатты менің үмбетіме жеткізер болса, ол адам пейіште Алла жамалын көреді», деді. Сол кезде ортаға арыстан бап шықты да пайғамбарға қарап: «Я Алланың елшісі, аманат құрманы жеткізуді маған тапсырыңыз. Құдай қолдаса, аманатыңызды жеткізермін», деді. «Бәрекелді, бәрекелді, жарайсың арыстан сахаба. Дегеніңе жет. Алла жары болсын, Алла жары болсын», деп шуласты. Барлық сахаба қуанысып қалды. Мұхаммед пайғамбар: «Уа менің құрметті серігім, тәуекелге бел байлағаныңа ризамын. Алла жолыңды оңғарсын, мақсатыңа жет», деп батасын берді. Арыстан бап: «Уа Алланың елшісі, менің сізге айтар датым бар», деді. «Датың болса айт. Бұл құрманы жеткізу үшін маған ұзақ ғұмыр керек. Тәңірден менің өмір жасымды ұзартуын сұрап дұға қылсаңыз», дейді. Пайғамбар: «Я Алла, арыстан сахабаның ғұмыр жасын ұзақ қыл, оны рақымыңмен игілігіңе бөлей көр», деп дұға жасады. Сол кезде Жебірейіл періште: «Уа Алланың елшісі, сүйінші, Алла сенің бұл тілегіңді қабыл етті. Арыстан баптың өмірін ұзартты», дейді. Мұхаммед пайғамбар мұны естіп қуанып қалды. Ол құрманы беріп тұрып: «Аузыңды аш, арыстан бап. Мына құрманы тіліңнің астында сақтағайсың. Таң сәріден тұрып, менің Ахмет атты үмбетімді іздеп сапар шегесің. Арып ашып, жердің жүзін шарлайсың. Бармаған жерің, баспаған тауың қалмайды. Ақыры бір мекенге келіп жетерсің. Түркілер мекендеген Сайрам шаһарына кез боларсың. Осы шаһарда үлкен бір медресе бар. Аманаттың иесі осы медресенің шәкірті. Оның медресеге кірген ізі болса да, шыққан ізі болмайды. Аманатты өзгеліп, сенен сұрап алады. Оған Құдай сондай артықша қасиет берген», деді. Арыстан бап: «Я Расул, бұл аманатты аман есен барып тапсырып, міндетіңізден құтылармын», дейді. Арыстан бап ұзақ жол сапар шегіп, Сайрам шаһарына ақыры жетіп шықылады. Ұзақ жолдан қажыған ол дем алмақ болып, ілім ордасының маңында ағып жатқан Сайрам суының жағасында сәл аялдады. Сол кезде медреседен жас бала шығып, бұған қарай аяңдады.
Әлгі бала Арыстан бапқа жете бере сәлемдеседі. Ассалаумағалейкум, Арыстан бап, жоғың болса кешікпей тап, деді. Арыстан бапты іздеген адамының осы екенін білу үшін, балам, есімің кім? Деп сұрады. Атымды қайтесіз, аманатымды беріңіз, ата. Балам, атың Ахмет екен, ішің толы хикмет екен. Аманатыңды ал, аузыңды аш, дегенде 400 жыл бойы сақтаған құрма ұшып барып шәкірттің аузына кірді. Бала Ахмет құрманы жұтып жіберді. Сонда Арыстан бап, аманатыңды осынша жыл сақтағанда еңбегімді елемегенің қалай, маған сүйегі ғана қалыпты, дейді. Ата, онда жұрт алдымен сізге түнесін, бізден тілесін, деді. Құл қожа Ахмет Яссауиге аманат құрманы жеткізген Арыстан бап халық аузында оның ұстазы ретінде айтылады. Ел арасында Арыстан бапқа түне, қожа Ахметтен тіле деген сөз тараған. Арада бірнеше ғасыр өткен соң, Әмір Темір қожа Ахмет Яссауидің басына күмбезді кесене салмақ болады. Түркістанға келгеннен кейін бұл істі қолға алады. Бірақ кешке дейін қалаған дуал таңертең барса бұзылып жатады. Оны құлатқан кім екенін білу үшін Әмір Темірдің өзі түнде келіп қарауыл болады. Түннің бір ортасында үлкен өгіз келіп, дуалды сүзіп қиратады. Әмір Темір ойланып қалады. Оған түсінде қожа Ахмет бабамыз аян беріп, былай дейді. Ол көк өгіз, Арыстан баптың әруағы, сен алдымен соның басына кесене тұрғыз, деді. Мен оны қалай табамын, дегенде, мен өзім жол көрсетемін, деп жауап береді. Сонымен ол ерте тұрып, отырарға бет алады. Арыстан бап жатқан жерді тауып, зәулім кесені салады. Осы кезден бері қалыптасқан зиярат тәртібі бойынша адамдар алдымен Арыстан бап кесенесінде түнейтін болған. Ертесіне қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барып, Құдайдан тілектерін тілейді екен.